жарыққа шығары ақиқат. Табиғат берген өнердің асыл дәрін адам жанына егіп, рухани азық беру болашағы зор талант иесінің игілікті ісі. Тағдыр ғұмырына табиғи таланттың қосыр деп, әр өнер иесінің мұратты мақсаты төл шығармасының өміршеңдігі. Ал шынайы таланттың бағын жандырып, бақытын ашатын оның тыңдаушысы. Көрерменнің көзайымына айналған өрелік өнердің өрісінің көрсетілген қошамет берілген бағамен келмейді. Таяуда қаладағы мұнайшы мәдениет сарайында өткен жаңаөзендік Cазгер Жалғас Кеңесовтың шығармашылық кеші өнер әлеміне кең ғана жая бастаған сазгерді әлсіз қауыммен жақынырақ таныстырды. Маңғыстау өз аймаққа ұқсамайтын ерекшелігімен есте қалатын, тарихы да шежіресі де бай өңір. Күнер күн болса, бұл жерде қайталанбас құбылыс, сезіміңді селт еткізер сұлулықта молынан бар. Бұл небір өнер майталмандардың самғауына куә болған Маңғыстау. Мұның бәрін жанарыңмен ғана емес, жүрегіңмен түсініп, жаныңмен қабылдай білуің керек. Біздің бұл сөзімізге осы өмірімізді тани екен дегендей, айтпақ сөзін сазгерлігімен ұқтырған, құлқында жан тартарлық терең сыр бар, асып баспай, маңнан басқан жүзіне жарасқан мінез құлықты, қашанда жүзінен көз үйренген сұңғақ бойлы қаратардың қамбызы, жаңаөзендік белгілі Cазгер Жалғас Кеңесовтың ән шығармашылығы осыған алып дәлел. Сонымен елімізге танымал сазгер жерлесіміз Жалғас Кеңесовтың ән шығармашылығы кешіне қош келдіңіздер. Бүгін күні ертең күнің мұрасы деп қарап, шын таланттарға қамқорлық жасауды мақсат түсініп, дарындыны бітістеу ниетімен қырып жатқанын отырған, халқының алдында есеп беруге лайықты жарысқа келген Жалғас Кеңесовтың ардақтау мақсатында шығармашылық ән кешін өткізген отырмыз, құрметті ағайын. Күнің шуақты болсын, күнің суатты болсын дей отырып, ән кешін мұнайлы мекен Жаңаөзен әнімен аштап жүрмелер. Себебі бұл ән сүйікті қаламыздың өзіндік әнұранына айналған қашан. Сөзі Темір Мыңжасовтікі, орындайтын әнші Нұрмағамбет Нәлембаев. Қатталыңыздар.
келіп қалып жатырмыз. Жаңаөзен деген қатарынан үсті де асты да қазынаға толы өңір, толы қала. Асты өздеріңіз білетін Қарадария болса, үсті оның халқы, адамдары өздерің жақсы өнерпаз жігіттер, әншілер, металға ұстаған ақын сазгерлер осы Жаңаөзен қаласынан түсіп ұшып қияндарға шарықтап жатыр. Бүгін алғашқы үлкен мерекесімен алғаш рет өтуге отырған ән мерекесімен, шығармашылығымен қызыл құттықтай отырып, өзіміз де осы бір кезде Жаңаөзен қаласынан түлеп ұшқандықтан, өзіміз осында жүрмегенмен де жүрегіміз Жаңаөзенмен бірге, көңіліміз Жаңаөзенмен бірге, Жаңаөзен қаласына арнаған бір өлеңімді оқып берейін хатырына. Тарихым менің немесе Жаңаөзенге арналған. Мақтады демес қаласын бастан асыра, ашты ұясын бала жұрт астанасына. Тарихым менің Жаңаөзен деймін мен ылғи, өзімді теңеп француздың ас қаласына. Маусымда солау төсіңнен жаны ұшқанда, жігерін көкте жасынмен шағылышқанда, жетірем саған 10 жылым бір өтіп еді, Парижге деген өзімді сағынышқанда. Кіші болсам да сен одан кейпің барастап, досыңды қостап тұрғаның жалғыз растап, дала мұхиттың қалқыған ақ денесіндей жасыл күндерге барасың оң сапар бастап. Күңгірлеп билеп күмбезін көк беремесін, мұнараларын көз арбап көк көремесін. Сонда да маған сен болсаң, болдың Парижден қымбат. Өзіме менің әрдайым ақ тілегім тұр. Өзенім менің далама шырай бергенім, шыңыраудан тастың толқыған мұнай керуенім. Француздың емес, білсем де менің Парижім, шабық сырна бөлінген мына кеудемнің. Парижге тегеп жүрген жоқ өзім түсінбей, көзіме менің елестер көрдім мүсіндей. Бір саған деген жүректе ақтақ сезім бар, келемін әлі мен соған қылауып көрмеймін. Темір Мыңжастың сөзіне жазылған шығайын қырға әні келіңіздер қалайық. Енді әнші ұлықпан жолдастың орындауында осы мамандаған әнді тыңдап көрейік.
асыл таразыда салмақтануы. Салтанатты кеште өнер иесіне көрсетілген құрметтің алғашқы тартуы қала әкімінің орынбасары Гүлмира Қалмұратованың құттықтау тілегі болды. Бүгін осы кешке келген уақытта біздің өзеннегі акционерлік қоғамы осындай өлеңін бүткіл халыққа жеткізу үшін спонсорлық көмек көрсетіп отыр. 200 мың ақша шотына аударылды. Ақталмасынан қаламызды атағымыздың атынан өзінің өнерін елге паш етіп отырған осы сияқты жалғас Қытай азаматтардың жалғасы көбейе берсін, жаны жаман көрмесін деп тілек айтамын ағайын. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен қауым, өнердің жанашыры. Мынау Жекенің кешіне бізде сонау Ақтаудан келіп отырмыз. Мақсат біреу, осы өнерпаз әріптесімізді құттықтау, соның қуанышын бөліп жүр. Өмір дегеннің өзі қиын қой, мен жаңа енді Жалғастың өмір өлеңіне қарап отырсам, Жалғасқа 40 екен. Менің де осы 40-қа толғанына бір айдай ғана уақыт қалып еді. Демек, бұл тұрғыда екеуміз түсін салымыз деп ойлаймын, салдас болды. Екіншіден, Жалғас сазгер, әнші болса, мен де бір өлеңнің өнердің пұшпағын үйренген адаммын. Сондықтан рухани туыстымыз. Бұл жағынан екеуміз түсін салымыз деп ойлаймын. Үшіншіден,
Жалғас сонау Түркменстанда толып шаңырағын айналып, әңгіменің Маңғыстауды жетсе, мен де сонау Қаратар елінен жаным менің Маңғыстау, ей Маңғыстау, сен ұйқыдан оянған адам болсаң, мен кеудемдегі жүрекпін деп мен де жеткен перзентпін. Бұл жөнінен де екеуміз бір-бірімізді түсінсанамыз деп ойлаймын. Оның бәрін айтпағанда, тегін айтқанмен ешқандай керістігі жоқ шығар, екеуміз де құнан ұрыс екенбіз. Бұның құнан ұрыс деген ауыл енді батыр көп шыққан ауыл ғой, баяғы лабақ бар, шалбай бар, етен бар, түгір бар, белгілі жолынан бар. Баяғыда бір күлейлі құнан ұрыс, ертеде киіз үйдің ішінде келесі бар, атасы бар, үйдің екі жігіті бар, ағадымында қарқасы бәрі түрегеп отырса, сырттан кешке қарай бала жүгіріп отырсайды, мал көрінді деп анау жайлаудан өрісінен келатқан ғой. Біздің құнан ұрыстауының батыр ауыл жау өрісі деп естіп, жауға деп бір ұлықтан жүріп алып жүгірген екен деп келді бар, келді бар, сөйткен батыр ауыл. Енді ондай батырдың жыры бақсы болды деген болса, кім Жалғас әнші болып, мен өлеңші болып, жаудың бетін 80-90 жылдар Құдайға шүкір өзендіктер қайтарды. Енді бізге ән салып өлең шығарғаннан басқа ештеңе жоқ қой деп ойлаймын. Мынау осындай өзеннің халқындай өр халқың барда намысын жерге тастатпайтын азамат ұлдарының мекенде ән шығару мен өлең шығару бақыты жазылып жатса, маңдайымыз аудан артымен бақыт бар. Құдайым жалған сол бақытымен айырмасын. Елі арысты болсын, ерлері намысты болсын. Енді жаманды жақсыда ақын деген атымыз болғасын, мынау Жалғас туылсын, рухани туылсын, құрбасының тойына, мынау және өзендіктерге осы Жалғасты қастерлеп, өнерді қастерлеп жатқан өзенге арнап бір өлең айтып оқып берейін. Ал менің өзенге арналған жүрек жазды дегенім Жалғасқа да арналады деп ойлаймын. Себебі өзен өз тағдырын, Жалғас өз тағдырын өзенмен бірге қарайды ғой. Ұлы дала, ұлы бекен ұларынан, сен ойлаумен көкіректен шығар жан, өзіңнің өзіні бар тарихта, жолбарысқа қарсы шыққан қуардан, сентерінде серті қалған бабаның, жалтыратқан жаттың талай табанын, қалтыратқан қайманады дүбірін, айтылмаған ән қанша бар әнін, күнге қолым жетпесе де айтқаным, өлеңіммен көңілімді жайладым, өзен сенің өзіңімнен әрәліп, көк туымды көкке ерте байладым. Бабам талай қайғы жұтып дертенген, баба деген баяғыша шеркенмен, ит аяғын болар еді алтыннан, иттің тісі батпағанда желкенген, пірбекетке арқа тіге жатқан мал, кезің жоқ қой кергездерге тапталған, ер жағының қайраты бір өмірде, ер сабайлар қылыш салып аттанған, бақыттысың, кегі терең орна, қақ сүйеген ақтың туы орна, 360 әулиені тербеткен бұл Маңғыстау ең бөлек құрамға, тарих хаттап, талай таңда із кестім, арулада жігіт жігер, қыз кескін Маңғыстауды қорғап қалдық. Ол рас, Маңғыстауды сыйлаған жоқ бізге үшін. Қалқым ғой мынау тірегім, сіздер деп соққан жүрегім. Бір сәт сахна төріне әсем әндері көрерменнің көңіл қуанышына айналған мерейтой иесі Жалғас Кеңесов шақырылды. Ал құрметті ағайындар, құрметті бүгінгі кештің қонақтары, бәріңізге қош келдіңіздер деймін. Енді мына менің өнеріме құрметтеп, қошеметтеп келіп жатқандарыңызға мың алғысымды айтамын. Ең бірінші мына қала әкімшілігі, өзен мұнайгаз астана қоғамдық азаматтарына, көшелер мұнайшыларға, өзімнің ұжымын құрманы игілік бастырған коллектив, жалпы көшелер барлық өнерсүйер қауым ағаларымызға, апаларымызға, әні қарындастарымызға, братымызға да мың алғыс айтамын. Әсіресе
мәселе менің мынау әндердің шығып кетуіне себепші болып жүргенде бірде-бір менің өзім шығармашылық бірлестіктегі темір ағама үлкен алғысымды айтамын. Одан кейін ендігі мынау телеарна осы барлық менің өнеріммен тығыз байланысты екені сөзсіз. Енді ол жерде Базар ағамыздың, Қосаман ағамыздың еңбектері ерекше. Осы менімен шығармашылық байланысты жүрген осы менің темір ағам. Мен осы елге бірінші көріп жатқан темір ағам. Сондықтан осы жалпы осы жердегі ақындарымызға мен енді әлі де Құдай қаласа алда осындай бірлестікте болайық, бір-бірімізбен байланысты үзбейік деп айтылды. Мен енді жаңағы айтқандай семьямыздың атынан, жалпы өнерсүйер қауымның атынан біз осы ақтаудан келіп отырған ақын ағамызға мен бір шапан жауапқым келді. Соны тәкеңді сыртқа келіп сұраймын. Өнер адамзат баласының мәңгілік нәрлі руханиятылы, шынайы өнердің өміршеңдігі оған берілетін баға мен көрсетілетін қошаметте тұғырлы өнер ғұмырлы болмақ. Әрі ақын, әрі сазгер, осындай азаматы бар ел бақытты ел, соны айту керек. Мінекей, қараңызшы, мына Жаңаөзен туралы қаншама ән орындалды. Қаншама мына қаланың, мұнайлы қаланың, құдіретті қаланың мынау даңқын әнмен құлпыртып, кәдімгі ел тұрып қосап жатыр. Ал егер жалғас болмаса солай болар ма? Бүгін болмас, өткен бітті. Мінекей, осындай азаматтар тек қана аман болсын, халқының туын көтере берсін. Мен бір айтайын деген, ел де осындай азаматты көтеру керек, қолдау керек. Қазіргідей күрделі кезеңде кейде мынау әртүрлі бір қолын жетпей жатқан бір жағдайлары болады. Мына өнер адамдарының сондайда көмектесіп, тек шартына шарт қоса берсін деп келеді. Шындан айтқанда өте тамаша сериалдық Ақтаудан естігеннен кейін келгенбіз. Жалғасты мен сырттай да бердім, бірақ бүгін өте жақынырақ таныстым. Шындан айтқанда мен де өзімде сазгерлікпен айналысам, сондықтан да маған әндері өте тамаша, өте жақсы әсер етті. Сондай сырлы, сазды, адамның жүрегінен көкірегінен шығатындай әндер сезіне естіп, мен үлкен бір қуанышқа, бақытқа бөленгендей сезіндім. Сәнді сахна келбетіне көрік берген әдемі әуезін тамашалаған көрермен көңілі де, құрметті қонақ ниеті де сазгер шығармасының айшықты ғұмырлы болғанын тілейді. Бүгін үлкен өнер мерекесіне жинап қалдық. Жалғас Кеңесовтың 900-жылдық кешіне керемет жақсы кеш болды. Көңілді демалдық, жақсы. Бәрі адамдардың көңілінен шықты деп ойлаймын. Өзім де қатты қуаныштымын. Ауылымыздан осындай сазгер шығып, осындай өнерге шыққанына қатты қуаныштымын. Өнерде табыс тілеймін. Жақсы әндер жаза берсін деймін біздің Маңғыстауда осындай әдем. Менің тілегім сол жалғасқа. Семьясына бақыт, өмір жасы ұзақ болсын. Ел мен халқының тағдыр тынысын, өмір өлкесін, ақ қуаның қанатына ілестіріп, зеңгір көкті шарлатқан өнер иесінің талабынан тартып, шабыттанар шалқар шағы әлі алда. Адамзат баласының ғұмыр тағдырына арнаған асыл таланты тұғырынан таймай биіктей берсін. Әсемен ескілсе, ол сенің жүрегінен жарып шыққан асыл рухани дүние болсын, қадірлі өнер иесі Жалғас Кеңесов. Бүгін сізге арналар жырымдамың, ән жалғас көздігінің тұғын